менсінбеген пенделер, төрт анадан сенім таба алмаған тамырсыздың басы қайда қалмаған, төрт анасын сыйламаған халықтың ешқашанда бажұлдызы жанбаған. Қасиетті бұл төрт ана тағдырының тынысы, төрт ана үшін болған күрес төрдің ұлысы. Армысыздар ма, құрметті халайық, осындай кешке келе отырғаныңыздарға мыңда бір рахмет айтамыз. Бүгін өзіміздің енді данышпал адамыз, біздің қазақ енді ұлтының бірден бір өзінің ұлы ақыны Мұхтар ағамыз келіп отыр. Сол осындай керемет кешке келіп отырғаныңызға сендерге де мыңда бір рахмет. Осыны ұйымдастырған біздің Куфо бизнес скул өзінің осындай бір ілтипатын білдіріп, Мұхтар ағамызды шақырып, осы жерге осындай кешке келіп, сіздермен кездесуге өзінің уақытын бөліп келіп отырғаныңызға мыңда бір рахмет сізге, Мұхтар аға. Ал құрметті халайық, баршаңыздағы алтын уақыттарыңызды бөліп, Q4 бизнес мектебін ұйымдастырып отырған арнайы ағамыздың кешіне келіп отырғандарыңызға шын жүректен рахметімізді айтамыз. Q4 бизнес мектебі, білесіздер, біздің менторымыз Қайрат Құдайберген мырза осындай үлкен игі іс-шараларды бізге былайша айтқанда менторымыз болғаннан кейін біздің мақсаттарымыздың барлығы ақша табу ғана емес, қайырымдылық іс-шаралары және де осылай елге қызмет етіп жүрген ағаларымыздың елеп ескерілуі, осы жағына қатты көңіл бөлеміз. Және де жастар болғаннан кейін осындай ірі тұлғалардан, қазіргі заманның батырларынан үлгі өнеге алып тұруды біз өзімізге мақсат етіп қойғанбыз. Сондықтан да рахмет сіздерге, уақыттарыңызды бөліп, өте жақсы кеш болады деген үміттеміз. Мұхтар аға, қош келдіңіз. Бүгін сізден көз айырмай үздігіп алдыңызда отыр қанша қыз жігіт, қырансыз ғой, күллі қазақ мақтаған осы кешке келгеніңізге шаттанам деп. Қош келдіңіз аға. Қадірменді бауырлар, қадірменді жауқазын буын. Енді осында мен Қайрат Құдайберген деген бауырымның өтінішіменен кеп қалдым. Спорт бірінші қатарда, жеңіл әндер, екі жұлып жүрген жеңіл әндер бірінші қатарда, ал адамды адам ететін рухани құндылықтар 50-ші, 60-ші, 70-ші қатарға сырғып кетті. Керексіз болмай қалды, керекті болмай қалды. Міне сондықтан мына кезінде сондықтан қазір біздің ғасырымыз өте күрделі ғасыр. Кезінде Гитлерден сұраған, мына шығыстағы жаулап алған елдерге қандай саясат қолданамыз деп. Сонда Гитлер айтқан, оларға ертеден кешке дейін музыка бере керек. Ойлануға, кітап оқуға мүмкіндік бермеу керек. Өйткені адам не ғұрлым рухани жағынан саяз болса, сол ғұрлым өзін бақытты сезінеді деген. Яғни ең ақылсыз адамдар, ең пайымсыз адамдар, ең парасатсыз адамдар бақытты адам санайды екен өздерін. Өйткені бақыт дегеніміз мүлде басқаша дүние. Біреулер тек қана өзінің жанұясында бала шағасын өсіргеніне ғана бақытты болады. Ал бақыт дегеніміз бұл тек қана өзге адамдардың игілігі үшін күрескен адамдар ғана нағыз бақыт биігіне көтеріледі. Бұл ғылыми дәлелденген дүние. Міне сондықтан
сол Гитлердің сөзі қазір бүкіл әлемде алға шықты. Содан кейін жеңіл әндер, телеарнаны басып қалсаңыз бұл жеңіл әндер, мағына жоқ, мазмұн жоқ, жаңағы сөздерінде өз жаза салған. Енді күлкілі жағдайлар. Супер келіншек деген ән шығыпты. Супер келіншек. Тақырыбының өзін қараңыздар. Супер келіншек. Сонда олар қазақша жазуға ерінеді. Ойыны орысшаны араластырып ұра береді. Мағына жоқ, мазмұн жоқ. Міне сондай бос әндер, мағынасыз әндер. Ерте телеарнаны басып қалсаң ән, ана жерде де ән, ана жерде де. Ең бай адамдар қоғамдағы қазір әншілер. Әрқайсының жаңағы үлкен үйі, бірнеше қабат үлкен үйі бар. Бірнеше қабат үлкен үйі. Ең сорлап қалған әншінің өзінің екі үйі бар. Көрдіңіздер ме? Яғни қазір кезеңде әншілер ғана даңқ биігінде. Әншілер ғана бай. Бір тойға барады, кейбір ана үлкен әншілер 10-15 мыңды бірақ береді. Мәселен, мен егер қажет етсем, ең үлкен байлардың бірі болар едім 2 айдың ішінде. 2 айдың. Қалай? Ең үлкен байдың. Мәселен, бір тойлар болып жатады ғой. Сол тойларға мен бұлай етсем, сол тойды жүргізетін Мұхтар Шаханов десе, кезекке тұрады барлығы. Сол тойды мен той жүргізе аламын, мен өзімді достарымның тойларын мен жүргізіп тұрадым. Жаңағы жақын адамдарымның. Ал енді сонда анаға барсам, ойбай, Мұхтар Шахановтың өзі менің тойымды жүргізді деп айту мақтанып, әрқайсы 15 мың, 20 мың доллардан лақтырып жүреді. Сонда мен 2-3 айдың ішінде қажетсінсем, үлкен бай болып шығам. Бірақ менің қолым таза. Қолым таза. Мен таза күйімде кел жатырмын. Өйткені мен өзі тек менің үлкен кемшілігім, ең үлкен кемшілігім қазіргі кезеңде шындықты айтып қоятындығымда, шындықты ашық айтатынымда. Себебі менің ұстанымым бар. Кім шындығын жоғалтып алса, ақты ақ, қараны қара деп айтудан қалса, яғни сөзі басқа, ісі басқа болса, елдік ұлттық мүддеге тамыр жібере алмаса, пенделігі тек өзінде емес қоғамында алдаса, ондай ақынның да, ғалымның да, саясаткердің де мазмұны даңқы далбаса. Міне, мен осы, бұда қазіргі Қазақстан жазушылар одағының мүше, 800-ден астам мүшесі бар екен. Соның 8-і ғана, 10 шақтысы ғана елдік ұлттық мүдде күресінде бізбен бірге болған екен. 800 жазушының 80-і бізбен бірге болса, 80-і бізбен бірге болса, онда үлкен күшке айналар едік. 8-і ғана, парлап барғанда 10 шақтысы ғана, өздеріңіз білесіздер, барлық ұлттық мүдделердің басында кел жатырмын. Қоғамға мен сияқты да бір ақымақ керек. Шындықты айтатын. Мына кезінде, мен Совет одағының кезінде, Совет одағының қылышынан қан тамып тұрған кезде, мынау Наурыз мерекесін алып келдім. Жаңағы 1926 жылы Наурыз мерекесін ислам дінінің қалдығы деп жалған атпен жауып тастаған. Ал бірақ әрбір жанұя өзінше тойлап жүрді үйінде, қоғамдық деңгейде тойлауға тыйым салды. Сол кезде мен кейін 68 жыл өткеннен кейін мен Колбинге хат жаздым, Наурыз мерекесін тірілтейік деп. Бұның үлкен мәні бар деп. Соны кейін менің хатымды Колбин Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бюросында қарапты. Бюрода мені 2 адам қолдапты. Оның бірі Нұрсұлтан Назарбаев, сол кезде министрлер кеңесінің төрағасы. Екіншісі Өзбекәлі Жәнібек. Ол да Нұрсұлтанның айтқанымен ғана қолдаған ол бірақ. Соны кейін жаңағы
Колбин мені шақырып алып айтты, Мұхтар, сен ренжіме, мынау Наурызды тіртемайтын болдық. Өйткен себебі, 2 адам қолдап отыр, қалғанның бюро мүшелерінің бәрі қарсы деді. Сонда мен Колбинге айттым, Геннадий Васильевич, сіз мынау енді елді басқарып жатсыз ғой, бірақ сіздің де үлкен қасіретіңіз бар. Сіз де бүкіл қазақ халқының алдында жауап бересіз. Ертең осы қасіреттің бәрі сіздің алдыңыздан шығады. Сіз бүкіл алаңға шыққан қазақтардың барлығы маскүнемдер, нашақорлар, бұзақлар дегенді қолдаған адамның бірісісіз. Сізге байланысты болды осының барлығы. Ертең осының барлығына сіз жауап бересіз. Қара тізімге ілінесіз. Сәл-пәл басқаша көзбен қараған болар еді. Деп едім, Колбиннің көзі жайнап кетті. Ой, олай болса, я тогда онда я уговорю Горбачева, вот мен бүгін онда Наурызды тіртейік деді. Сөйтіп басы сипап тұрды да, ойбай, Мұхтар, кешір, ендігі жылдан бастап кетеді деді. Жоқ, биылдан бастаймыз дедім. Жаңа дедім, осы мәселе осыған тірелетінін білгенмін. Жаңа сізге кірердің алдында мен ол кезде министрлер кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев, соған кірдім дедім. Сөйтіп осыны айттым оған. Сондықтан ол басқа мәселелерді жинастырып, басқа жерден ақша тауып беремін деп отыр деді. Көз жайнап кетті, табан астында телефон соқты оған. Содан кейін ол осылай түсіндіріп еді. Ойбай, жақсы болды. Мен қазір Горбачевты көндірем, бастайық деді. Сөйтіп, соны Наурыз тойын бастадық. Сонда жаңағы о кезде желтоқсан оқиғасынан кейін 15 адам, 20 адам егер бір жиналыс өткізсеңіз, рұқсат сұрайсыз анаяқтан. Тіпті мен Жалын журналында бір 20 адам шақырып жиналыс өткізіп едім. Соның маған қауіпсіздік комитетінің адамдары келіп, сіз бұдан былай осында жиналыс өткізетін болсаңыз, біздің рұқсатымсыз жауапқа тартыласыз деді. Міне. Ал енді анау өздері айтқаннан кейін, өздері рұқсат бергеннен кейін, мынау Алматының Горький паркінде 100 мыңнан астам адам жиналды. О кезде мұнша халықты жинау, ана оқиғадан кейін бұл тарихи оқиға болатын. Жұрттың барлығы бір-бірімен жолығып, көздеріне жас алып жатты. Міне сол кезде маған ағат дайындап қойды, тойбасы ретінде ағатпен ары-бері жүріп, сонан бір уақытта жаңа Колбин айтқан, Мұхтар, енді сендер өздерің өткізе беріңдер, бізде бюро болатын болды, біз бара алмаймыз деді. Соны мейлі мақұл. Содан біз ана жиналысты өткізіп жатқан кезде біреу келіп құлағыма сыбырлайды. Жоқ, сол Колбин деді. Барсам, Колбин, не мұнда неғып тұрсыз? Кірмейсіз бе, мінерге тілек айтпайсыз ба? Деп жоқ, мен қалай болады деп қорқып едім. Дұрыс екен, ары қарай жалғастыра беріңдер деді, кетіп қалды. Міне сол жылы Наурыз мерекесі барлық колхоз совхоздарда тойланды. Ауылдарда, мектептерде, тіпті ауруханаларға дейін тойланды. Сол жылы Наурыз мынау қыркүйек айының, сентябрь қыркүйек айының аяғына дейін мерекеленді. Сөйтіп Наурыз қазақ жерінде 3000 жылдан бері тойланып келе жатқан. Сол 3000 жылдың ішінде жарты жыл бойы тойланған сол жаңағы сол біз ашқан Наурыз. Міне осындай жағдай болған. Ал келесі жылы Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, Қырғызстан, Әзербайжан республикалары тойлады. Сөйтіп сол Совет одағының қылысынан қан тамып тұрған жерде Наурыз мерекесін үлкен деңгейде тойлауға мен әсер етіп едім. Ал енді соның биыл Наурыздың 30 жылдығы болды. Наурыз мерекесін тойлаған. Соны мынау жуырда Астанада Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі өзі өткізіп, бас болып, өйткені менің атымды атауға қорқады, ана бір азаматтық жігіт азаматтық мінез көрсетіп, сөйтіп сояқта менің кешімді берді. Сонымен пәленбай жылдан бері менің кештерім берілмей қалған. Соны әнеугүні берді бір рет телеарнадан. Оны үлкен жаңалық болды. Айтпаса енді бізді ал енді осы сияқты мәселелер, мынау желтоқсан оқиғасы. Желтоқсанды айтуға, жазуға тыйым салды.
кезінде. Сол кезде мен осы желтоқсан шындығын айту үшін депутаттыққа, сырқалық депутаттығына өзімді ұсындым. Сонда Колбин басқарады ол кезде. Колбин тапсырма берген, мынау 7 аудан, мынау Талғардан бастап, мынау неден бастап 7 аудан мына неге өтуім керек. Сонда Колбин мынандай қулыққа басқан. Менімен кездесу болатын жерлерге айтып қояды алдына, 7 ауданға. Ертең сағат 4-те, әйтпесе 5-те Шақановпен кездесу болады. Соны кейін жұрттар жиналады, бірақ маған айтпайды. Мен үйде беймарал жүрмін. Соны кейін аналар 1 сағат күтеді, 2 сағат күтеді, Шақанов жоқ. Соны кейін айтады, мені көрдіңдер ғой. Шақанов деген өлең жазып жайына кеткен болу керек. Болмаса қыздармен қыдырып кеткен шығар. Ақыннан депутат шықпайды. Сондықтан мына өзіміздің мына адамды ұсынайық деп өзінің адамды ұсынады. Барлық аудандарда солай жасаған. Соны кейін мен үлкен мәлімдеме жасадым. Осының барлығын өтірік екендігін айтып, сол 7 ауданға барып жеге кездестім. Сөйтіп қазақтың мықты жігіттері, қыздары әр ауданнан 1000-нан астам адамдар мені қолдап шықты. Сөйтіп барлығы менімен бірге, олар жұртты үгіттеді барлығы жабылып. Сөйтіп жаңағы неде ақырағында мен жеңіп кеттім. Міне сондай. Соны кейін анаяққа Мәскеуге бар. Мәскеуге барып алғашқылардың бірінде сөйлеуім керек қой. Сонда сөйлегенге Колбин барлығын айтып шыққан, Шақановқа сөз беруге болмайды. Ол желтоқсанның несі. Сондықтан ол неге желтоқсан шындығын жайып салады. Желтоқсанның алаяқтарының шындығын айтады деп барлығын ескертіп қойған. Маған сөз бермейді. Алғашқылардың бір болып жазылдым, бермейді. Соны кейін мен қулыққа бастым. Мынандай жігіттермен ақылдасты, былай еттік. Онда қазақстандық депутаттардың 19 қазақстандық сырқалық депутатына қол қойдырдым. Ола былай, Шақанов тек арал қасіреті туралы сөз айтады. Соған сөз беруіңізді сұраймыз деп 19 сырқалық депутатына қол қойдырдық. Сөйтіп Горбачевқа бардым. Горбачев Рыжковпен әңгімелесіп тұр екен. Соны кейін осыны менің қағазымды алды да, жарайды, мынау Шақанов, ана басына бұл жиналысты басқарып тұрған адамға Шақановқа 3 минут сөз беріңіз деді. Мынау арал жөнінде айтады екен деді. Соны кейін мен сөз берді, сөз берердің алдында жолдастар деді, басқарып тұрған адам, уақыт өте тығыз, әр сөйлейтін адамға 1 минуттен ғана береміз деді. Сөйтіп маған да 1 минут уақыт берді. Мен арал жөнінде бір ауыз сөз айтқан жоқпын, желтоқсан шындығын жайып салдым. Өйткені бұл ана Горбачев мақтанып, телеарнаны бүкіл дүние жүзін ашып қойған. Демократия жасап жатырмын деп. Дүние жүзін ашып қойған. Соңында анау жаңағы бүкіл дүние жүзіне кетті де қалды. Тіптен Моңғолдың космонавты Гурақша, менің досым, Моңғолияда жатып менің сөзімді тыңдапты. Сөйтіп, ойба, енді мына Мұхтар қалай болады, Мұхтарды құртады ғой енді деп арнайы маған ұшып келіп бейшара. Сөйтіп не қылған. Ал енді міне сол анау менің сөзім бомба жарылғандай болды. Бомба жарылды. Не істерін білмей қалды. Адамдардың барлық мені Горбачев шақырып алып стол тоқпақтады. Сенің аузыңды жабатын мүмкіндік табамыз деді. Ал енді міне осындай жағдайлар болды. Шындықты айту үшін бірақ шынында да Горбачев менің көзімді құртатын еді. Тіптен кейін тіптен маған ашық тұрды айтты, сенің көзіңді жоюға да мүмкіндік бар деді маған ашық. Соны мен шынында да тірі жүрмес едім, егер мен бір адамға өте қарыздармын. Ол кейіннен Ресейдің тұңғыш президенті болған Борис Ельцин. Борис Ельцин мен жағында болды. Ол мені өзі аныға бір мейрамханаға алып барды, анда да, мында да өзі көп жолығып жүрдік. Мен дегенде ішкен асын жерге қойды.
қай бір жылы мынандай бір жағдай болды. Борис Ельцин республиканың Қазақстан Ресейдің тұңғыш президенті болып сайланды. Сол кезде әлбетте сырқалық депутаттары тарқамаған. Сол кезде мен де отырдым алдыңғы қатарда. Яғни 5000-нан астам халық съездер сарайында барлық орындарынан тұрып қол соқты. Сонда анау шеттен көтеріліп бара жатып, мені көріп қалды да, анау басқа баспалдақтан жүріп келіп, мені құшақтап сүйді де, қалған ешкімге қол бермесінен қайдан шығып кетті. Міне осындай жағдай болды. Ал енді сол Борис Ельцин тіпті мен желтоқсан айтуға комиссияға кірмекші болды. Андрей Сахаров екеуі комиссияға кіріп, желтоқсанды тексеретін комиссияға кірмекші. Содан амалсыздан Горбачев, мынау мен Мәскеуден сөйлеген кезде, бұлар апай-топай мынау Қадыр Мырзалиевті тең тураға етіп жүрген, желтоқсанды тексеретін. Бірақ Қадекең екеуміз ағалындай болдық. Ол кісі мынау мен жастау кезінде менің кітабымда Төлеген Айбергенов соған апарып бергенде, алғашқы тұңғыш кітабымда соны басуға жәрдем берген адам еді. Содан кейін балаларымен, әйелімен, немерелерімен маған үйге келіп, мен оларды отырарға апаратымын, Түркістанға апаратымын, Ақпем'е апаратымын, Қасқасуға. Сөйтіп сондай осы бірнеше рет келіп жатып кетіп жүретін. Сонда жақсы қатынас дедік. Ал енді анадан кейін алаңға шыққандардың барлығы маскүнемдер, нашақорлар, бұзақлар, алаяқтар деген шешім шығарды. Содан кейін екеуміз ажырастық. Содан бастап. Содан кейін тіптен Қадекең тағы да мынандай үлкен неге. Мен 42 адамның кінәлі аты жөнін тізіп, сөйтіп неған кезде, соны жариялаған кезде, менің комиссияның шешімін Горбачевты КПСС орталық комитетінің саяси бюросын тасылған шығарып ананы сынадық. Жауапқа тарту керек деген мәселелерді айтты. Сонда Горбачев тапсырма берген, ана менің шешімімді жоюға. Сөйтіп, мынау КГБ, МВД, прокуратура үшеуі бірлесіп, жаңағы сыр прокуратура, жаңағы ішкі істер министрлігі, жаңа прокуратура бірлесіп, қауіпсіздік комитеті бірлесіп, менің шешімімді жоққа шығаратын комиссия жасаған. Соның ішінде Қадыр Мырзалиев болған. Көрдіңіздер ме? Оны Васильевтің прокуратураның, бас прокурордың бірінші орынбасарының маған жазған хаты бар. Шындығы солай. Содан кейін Қадекең екеуміз ажырастық. Ал міне себебі қазір енді мынау одан да басқа түрлі жағдайлар болды. Ал енді осындай кейін Горбачев Қазақстанға келгенде көп жылдан кейін Қазақстан келгенде мен біз Шыңғыс Айтматов екеуміз осында жүредік. Ол кезде мен Қазақстанның Қырғызстандағы елшісі болып қызмет істеймін. Сол кезде мынау Иманғали Тасмағамбетов ол кезде премьер-министрдің орынбасары. Сонда мынау кім бар? Кім? Ой, атын ұмытқан. Атын ұмытқан. Сондай белгілі адамдар бар тағы. Солардың барлығы Горбачевты неге апарма деген, Түргенге апарады екен. Түргенге апармақшы. Содан кейін бізде бірге жүріңіз деді. Өйткені Айтматов Горбачевпен жақсы қатынаста болған. Одан кейін Горбачевтың бір ерекшелігі, ол мынау шығармаларды жақсы оқитын, поэзияны да жақсы түсінетін. Тіпті менің поэзиям жөнінде оның керемет айтқан пікірлері бар. Ал енді сол Горбачев пен бізге бірге бардық, Түркенге бардық. Сол кезде мен Горбачевты, олар бір үлкен неге әуізге балықтарды қамапты. Соның ішінде бәрімізге не берді?
қармақ берді. Сол қармақын Горбачев 5 балық ұстады. Соны кейін тағы да біреу арқылы. Мен әйтеуір 2 балықты зор ұстадым. Соны кейін Горбачевті шетке алып шықтым. Соны кейін айттым, Михаил Сергеевич, енді мынау келдіңіз Қазақстанға. Бүкіл қазақ халқынан кешірім сұрауыңыз керек дедім. Өйткені себебі мынандай оқиға болған. Жұрттың бәрі біле бермейді. Мынау кезінде Совет одағының қылышынан қан тамып тұрған кезде мынандай жағдай болған. Егер бір жерде билікке қарсы көтеріліс бола қалса, соны қалай дымын шығармай басамыз деген тілекпен метел деген программа ойлап шығарған. Сол метелді 1 жыл 2 ай болыпты жасағанына, соны сынайтын жер табылмай жүрген. Сынайтын жер жоқ. Сонда анау Алматыда алаңға кілең жастар шыққан кезде осындай қырғын болған. Ал енді соның барлығын ешкім айтпайды. Соны неге осындай қасірет болған. Соны Горбачевқа айттым. Сіз кінәлісіз барлығына. Сөйтіп мен Горбачевті Конституциялық сотқа бергем. Алдында Конституциялық сотқа бергем. Соныкөй осында Қазақстан келгенде кешірім сұрайсыз бүкіл қазақ халқынан. Қаншама адам босқа қырылды дегенде Горбачев жалғыз кінәлі мен емеспін ғой, саяси бюрода бар ғой. Анау-мынау деп қипақтап тұрады. Сол кезде менің телефоным шылдыраған. Көтерсем Аманжол Нәлібаев, ойбай мұқа, анау Горбачев алаяқ осында келді деп естідік. Соған Горбачев вон из Қазақстаннан деген плакат алып шығып, соны табамай жүрміз деді. Содан кейін айттым, мен қазір Жалтырбастың қасында тұрмын дедім. Сәл тұра тұр дедім. Содан кейін айттым, телефонды көтеріп айттым, Михаил Сергеевич, мынау желтоқсанның балалары сізді іздеп жүр. Содан кейін Горбачев вон из Қазақстана деген плакат алыпты, сосын келмекші дедім. Сөйтіп зірі ұшып кетті. Біреуі маған берді. Үлкен басшыларымыздың бірі. Сонда мен айттым, Олжас алды. Олжасты енді мен еркелеп қарсы шығып деймін. Қарсы шығып деген Қазақтан шыққан еврей. Ал енді сол бауырымыздың қазір мынау шетелде 1 миллиардтан астам доллар бар екен. Ал енді жаңағы анау 10 шақты қабат үйдің барлығы соныкі. Менде де сол болатын еді. Барлығынан мен ақша алып тұратын едім, адамдардың барлығынан. Жоқ, мен қолым таза болу керек деді. Ештеңе алмай қойдым. Одан да басқа деңгейде өте үлкен байлардың бірі болып отырар едім мен. Бірақ мен тазалығымның арқасында келе жатырмын. Ал енді қоғамға біз сияқты да бір ақымақ адам керек қой. Мәселен мына қара, менің ақымақтығым қараңыз. Мынау қазақтың қазақтың тілін мемлекет тіл жасаған мен ғой. Онда мынау тіптен былай болды. Мынау Расул Ғамзатов деген Дағыстанның ұлы ақыны болды. Ол Расул Ғамзатов Совет одағындағы ақындардың нөмір 1-шісі еді. Барлығы тек Расул Ғамзатовтың өлеңдерін оқитын о кезеңде. Сол Расул Ғамзатов екеуміз ағалындай болдық. Мен дегенде ішкенасын жер қояды. Бір күні Расул Ғамзатов мені Горбачев қалып барды. Горбачев мені көргенде тіксініп қалды. Сыныкөйін айтты, мынау Мұхтар ана өткенде съезде сөйлеген сөзінде айтып еді ғой. Сонда барлық одақтас республикалардың тілдеріне, автономиялы республикалардың тілдеріне мемлекеттік мәртебе беру мәселесін көтерді. Менің сөзімді қарасаңыздар, Мәскеудегі сөйлеген сөзінде тұр. Барлық одақтас республикалардың тілдеріне, автономиялы республикалардың тілдеріне, автономиялы округтардың тілдеріне де мемлекеттік мәртебе беру керек деген мен көтердім. Ал енді соны сіз қалай қарайсыз деді Горбачевқа. Горбачев айтты, мен де қолдаймын деді. Мен жақында сөйлеймін, егер одақтас республикалар қаласа, автономиялы республикалар қаласа, өздерінің тілдерін мемлекеттік жасауды болады деп айтамын деді. Бірақ бір мәселені ескертейін еді. Бірақ
зорламаймын. Қаласа, қалаған республикалар өздерінің тілін мемлекеттік тіл ете берсін деді. Бірақ Горбачев сөзінде тұрды, сөйтіп айтты. Қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да ешкім демейді, бірақ мемлекеттік жасауларыңызға болады. Содан кейін мынау Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, Қырғызстан, Әзербайжан барлығы өздерінің тілін мемлекеттік жасады. Қазақстан келгенде Қазақстан дайындап қойған екен, екі тілге бірдей, орыс тілі мен қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе беретін болды. Шешіп қойыпты. Содан кейін алғашқылардың бірі болып мен сөйледім, тек қазақ тілі ғана мемлекеттік тіл болу керек. Мен осындай ұсыныс айтқанмын. Горбачев менің ұсынысымды қолдап осылай айтты. Дегенімде, жоқ, біз ондай шешім жасап қойды. Содан кейін жиналысты басқарып тұрған адам айтты, мынау орыс тілі мен қазақ тілі бірдей мемлекет тілі болу керек деді. Содан кейін мен айттым, орыс тілі мемлекет тілі болса, онда қазақ тіліне пысқырмайды. Қазақ тілі далада қалады, бітеді дедім. Сондықтан тек қана қазақ тілі болсын деген. Содан кейін жиналысты басқарып отырған адам айтты, алдымен мына ұсыныс орыс тілі мен қазақ тілі мемлекет тілі болсын дегенді қоямын, ол өтпесе ғана Шахановтың ұсынысын қоямын деді. Барлығы дауыс беріп жіберді, өтті де кетті. Мен жағында 27 адам қалды депутаттардың ішінен. Соны кейін ана өтіп кетті ғой. Өтіп кетті. Оның шала қазақтардың барлығы бірін-бірі құшақтап сүйісіп жатыр, Құдай беріп қалды деп. Сол кезде мен өзімді ұстап тұра алмадым. Денем дірілдеп кетті. Сөйтіп қайтадан сахнаға шықтым. Анау оған қайда бара жатыр? Анау тоқтатыңдар. Оның ұсынысы өтпей қалды ғой. Не деген бұл ақымақтық деп айқайлап жатыр. Бірақ бардым да анау залға айттым. Мына былай болады дедім, енді мынау қазақтың тілі өтпей қалды. Егер былай деп мен барлықтарыңызды ескертемін. Бұның аяғы 2-ші желтоқсан болады. Бүкіл елді көтереміз. Бұның 2-ші желтоқсан болады. Міндетті түрде ауылға кетеміз. Қазақтың мықты жігіттердің бар ауылға кетеді. Осы мәселені көтереміз. Дегенімде Нұрсұлтан Назарбаев азаматтық мінез көрсетті. Жолдастар, мына Шахановтың ұсынысын қайтадан дауысқа салайық деді. Шахановтың ұсынысын қайтадан дауысқа салайық деді. Сонда енді қайтадан өтіп кетті ғой. Содан кейін бастық не айтса сол қайтадан дауысқа салынды. Өзі бірінші болып қол көтерді. Сөйтіп менің жындылығымның арқасында қазақтың тілі мемлекет тілі болды. Енді анау барып тұрған жындылық қой. Анау өтіп кеткеннен кейін қайтадан шығу ақымақтық қой. Бірақ сол ақымақтығымның арқасында, жындылығымның арқасында осындай пайдаға жолды. Одан осы сияқты толып жатқан мәселелер бар. Кезінде американдық ұлттан құтқардым мен сіздерді. Американдық ұлтта отырар едіңіздер. Американдық ұлтты бәріміз бұрт боламыз. Мен қазақпын деп айтсаң жауапқа тартыласың. Қазақ тілі болмайды, қазақ басылымдары болмайды. Бүкіл республика, тіптен паспорттарыңыздан ұлты қазақ дегенді алып тасталады, Қазақстан болып жазылады. Болды. Соған кіргізіп қойғанда мен аштық жариядадым, мені қолдап 4000 адам бірге жататын болды. Бүкіл ел көтеріліп кетті. Содан кейін билік кешірім сұрауға мәжбүр болды. Одан да басқа толып жатқан шаруалар бар. Оның барлығын айта берсек неден? Ал енді қарақтарым, тағы да қайталап айтамын. Қазіргі кезеңде мынау енді жақында бір мәлімдеме жасаймын мен. Сонда мынау қараңыздар. Бүкіл телеарнада тек әнге айланып жүру, тек екі иығын жұлып жеген, мазмұны жоқ, мағынасы жоқ, осының барлығын көтерем жақында. Сондан айналып кетейіндер, көңілдеріңе, ниеттеріңе рахмет. Мына мен енді әйтеуір келе жатырмын, Құдайға шүкір. Әйтеуір бірақ сонысыны жігіттер ниетін көрсеткен екен. Енді мейлі менің оны да қарсы болып едім. Қайрат бауырым осылай деп айтқан екен, неған екен, мейлі деді мен. Мен де әйтеуір от пен судың ішінде келе жатырмыз ғой енді. Ал енді не дейміз? Мынау менің мынандай бір өлеңім бар, қысқартып оқиын. Өлең құрау ақындықтың көп қырының бір түрі.
тек сол үшін оны ардақтау жөнсіздеу әм күлкілі. Дәуіріне билігіне саналған мен алымды ұлтын жатқан ақындар бар, бірақ жыры дарынды. Ерлігі жоқ, елдігі жоқ, аузы ғана белсенер. Сөзден ісі алшақ жатса, оған қалай елсенер. Неге бүгін ұлт мүддесі науқасжандай теңселер? Мұндай шақта ақындық күш тек шындықпен өлшенер. Шындық каусар ақындыққа болу керек асылан, шындықты айтып Ермаханбет айырылған басынан. Ақындар мен ойын тастап кетейін деп едім. Жалпы, сондықтан жалпы қазір кезеңде шындығын жоғалтқан адамдар қаптап кетті елімізде. Сондықтан барлықтарыңызға Құдай Таалам шындық биігінен, елдік ұлттық мүдде биігінен көрінуге мүмкіндік берсін. Ал енді араларыңызда біз сияқты сәл ақымақтау, шындықты айтып жүретін бір адамның да жүргені дұрыс қой. Сондықтан әрдайым сол үлкен биіктен көріне беріңіздер, айналып кетейіндер. Жұлдыздарыңыз ылғи да сол биіктен жарқай берсін. Рахмет. Рахмет Мұхтар аға. Тырнақшаның ішінде айтайық ақымақтау деп. Сіз сол айтып жатқан ақымақ осы КЮФО мектебі де сондай, дәл ақымақтың бірі. Неге олай деймін? Осы өткен бір 2-3 ай бұрын біздің телеарнада қонақта болдыңыз, Алматы телеарнасында. Содан кейін дәл осы жерде айтқан жаңағы ұйғыр ағайындарымыз жайлы әңгімені айттыңыз сонда. Соны естіп келіп мен осы КЮФО-ға айттым, ағамыздың басында осындай жағдай болып жатыр екен, соны көмектесейік, көп түкірсе көл қойдып сізбен кездесу ұйымдастыру туралы идеяны негізі мен ұсынған болатынмын. Содан Замзагүл ханымға хабарластық. Ол кезде жаңа әлеуметтік желілердегі шудың артып кеткен кезі Замзагүл ханым айтты, қазір ешқандай кездесуге біз рұқсат бере алмаймыз деді. Жоққа шығарып тастады біздің идеямызды. Сөйтіп арадан тағы да бір ай өтті ме, өткен жоқ па, біз ақымақпыз ғой. Қайтадан барды да тағы да сізге осы кездесу жайлы ұсынысты білдіріп, міне бүгін соған қолымыз жетіп отыр. Сондай ақымақ. Енді бүгінгі әңгіме рух жайында болса, қазір КЮФО бизнес мектеп айтады, бір көрген біліс, екі көрген таныс, үш көрген туыс деп жатыр ғой. Алматы қаласында Мұхтар ағай өзіңіз білесіз, кезінде ақындар стадиондарды жинап өлең оқыды. Үлкен актив залдарды жинап өлең оқыды. Қазір осы бизнес тренингтер өте көбейіп кетті. Жаңбырдан кейінгі қаптаған саңырау қолақ сияқты. Бірақ солардың ішіндегі осы қазақи, рухани, рух беретін қазақ тілді бизнес тренингтер, бизнес мектептер саусақпен санарлық. Солардың бірі һәм бірегейі деп осы КЮФО бизнес мектебін айтқым келеді. Неге? Өйткені халыққа осындай рухани азық беріп жүрген ағаларымызбен сіздердің араларыңыздағы алтын көпір болып отыр бүгін. Енді азын-аулақ хабарландыр, осы кездесуден кейін Мұхтар ағамыздың шығармашылығын сүйіп келдіңіздер барлығыңыздар. Сондықтан осы біздің баннеріміздің арғы жағында Мұхтар ағамыздың арнайы кітаптары сатылып жатыр. Құлақ қағыс болсын, көп түкірсе көл дейді, сол кітаптарды алайық. Және осы кітаптарды сатып алған адамдарға КЮФО-ның бір айлық оқуы 100 мың теңге, бірақ Мұхтар ағамыздың бір кітабын сатып алсаңыздар, сіздерге 40 мың теңгеден арнайы жеңілдіктер болады. Соны естеріңізде сақтаңыздар. Міне мен таныстырып отырайын, осы шетте отырған Исмаил Құлан бауырымыз осы КЮФО бизнес мектебінің арнайы маркетологы, интернет маркетологы. Талғат Сахан мырза спикер, осы КЮФО-ның басшыларының бірі. Міне Досан Қаумен ағамыз болашақ бағдарламасымен арнайы шетелде оқып келген азаматтар мұрындық болып бүгінгі кешті ұйымдастырып отырмыз. Енді сіздердің араларыңызда ағамызға сұрақ қоям деп көкелеріңізде толып жатқан бір арнайы сұрақтарыңыз болса, қолдарыңызды көтеріп қоюға рұқсат береміз. 5-6. Кешіріңіздер, бізде осы 4-ші ағым бізде түлеп шыққан еді. Сол 4-ші ағымның сертификаттарын арнайы Мұхтар ағамыздың қолынан алсын деп, сол кісіге тапсыруға рұқсат еттіңіздер. Бізде осы жерде студенттеріміз отыр. Мұхтар аға, енді сіздің сөзіңіз, аузыңыз дуалы, сондықтан да
кәсіпкер бауырларыңызға рухы мықты болсын, қазақ үшін, ел үшін, жер үшін қызмет етсін деген арнайы тілек ниетпен осы сертификаттарды табыстасаңыз деді. Мұхтар аға, біздің жаңа сіздің төрт ана деген өлеңіңізді біз сүйіп оқимыз. Ол төрт ана деген біз үшін төрт құндылық, Q4 деген ол төрт құндылық деген білдіруші еді. Сол мына жерде бізде сол төрт құндылықты биік ұстаған біздің Тұғыр бизнес курсының бітірген о жақта түлектер отыр. Сізден бүгін ырымдап, сіздің қолыңыздан батаңызды алып, сол түлеп ұшып, сіз айтпақшы анау ұлтын сүйген адамдар ғана, ұлтжанды адамдар ғана ұлтына қызмет ете алады, сондай кәсіпкерлер болсын деп, сондай ырымдап отырық. Өзіңіз тапсырып жіберсеңіз аға. Салтанатты марапаттау рәсімі Тұғыр бизнес курсын табысты аяқтаған үшін Аслан Қайратұлына арнайы сертификат табысталады Мұхтар ағамыздың қолынан. Дәл осындай мәтіндегі табыстау хатымыз Убайт Данаға беріледі. Дәл осындай тамаша сертификатты Омарбекұлы Жандос бауырымызға табыстағымыз келіп отыр. Тұғыр бизнес курсын табысты аяқтаған үшін керемет сертификатты Алжанқұлова Мақпалға табыстаймыз. Жақсы. Дәл осындай мәтіндегі біздің арнайы сертификатымыз Байдәулет Ғазизаға берілмек. Келесі кезекте Кенжеғұлов Шыңғыс бауырымызға табыстаймыз. Келесі дайындалып тұрсын Жанғалиева Жанат ханым. Дәл осындай мәтіндегі Тұғыр бизнес курсын табысты аяқтаған үшін деген сертификатты Қалдыбек Қуаныш бауырымызға табыстағанды көріп отырмыз. Мінекей. Мәлік Нұрсұлтан бауырымызға да дәл осындай марапаттау бұйырмақ. Тұғыр бизнес курсын өте табысты аяқтаған үшін Жаңабаева Жазираға келесі сертификат табысталады. Келесі дәл осындай мәтіндегі арнайы сертификатымыз Еркетаева Майраға ұсынылмақ. Тұғыр бизнес курсын табысты аяқтаған үшін Сәлемжан Нұрғазға келесі сертификатымыз табысталады. Мұхтар аға, бұл бауырларыңыздың барлығы бойында рухы жалындаған, мінезі қайсар кәсіпкер жандар. Келесі Қисабай қызы Қымбат Гүлге табыстаймыз. Келесі дайындалып тұрсын Ерлан Теміржан. Тұғыр бизнес курсын табысты аяқтаған үшін Кенен Ерғанатқа келесі марапаттауымыз арналмақ. Тұғыр бизнес курсын өте табысты аяқтаған студенттеріміздің бірі Жамилаев Ерасылға келесі сертификатымыз табысталады. Абаев Ернар. Бәрекелді. Тұғыр бизнес курсын табысты аяқтаған студенттердің бірі. Келесі Қошқарбаев Ермұрат. Бекмамбетов Жеңіске Тұғыр бизнес курсын табысты аяқтағаны үшін арнайы сертификат табысталады. Дәл осындай мәтіндегі мақтау қағазымыз Елтай Назгүлге бүгін бұйырып тұр екен.
Күмбаева Назым ханым ортамызда бар ма екен? Бар болса бір жақсылап бір рухты қазақтың ұл қыздары секілді қошемет көрсетіп қойсақ. Келесі алғыс хатымыз сәлем еріктілер тобына ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесінде ұйымдастырылған мерекелік қайырымдылық шараға белсенді атсалысқаны үшін табыс етеміз. Елімізде қайырымдылықпен жүйелі айналысатын қарымды қауымдастық болып, қанатын кең жаюына тілектеспіз. Құрметпен QFO бизнес мектебі. Келесі кереметтей алғыс хатымызды тұғыр бизнес курсында белсенділік танытып, үздік топ атанғаны үшін тұлға командасына арнайы марапаттамақсыз. Мұхтар ағамыздың қолымен. Мұхтар аға. Бәрекелді, көп рахмет. Қазақ атын күллі әлемге жария етер, рухы биік, мінезі қайсар кәсіпкерлеріміз көп болсын деп бір қол қошемет көрсетіп қояйық. Рахмет. Мұхтар аға, сіздің өлеңіңізді жатқа оқимыз деп менің сол жақ қапталында бір шама бауырларыңыз сап түзеп тұр екен. Ендеше сол кісілерге кезек берсек, келіңіздер, ортаға шығып өздеріңізді таныстырып, қай елден, қай жерден, қайдан, неге, не үшін деген келдім деп таныстырып өтсеңіздер. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық жиылған қауым, ел ағалары, Мұхтар аға, сәлематсыз ба? Бүгінгі QFO бизнес орталығының осындай ұлы адаммен кездесу ұйымдастырып отқан үшін алғысымызды білдіреміз. Өз атынан алғыс білдірем. Мұхтар аға, менің әкем сізді пір тұтатын ақындарының бірісіз деп әрдайым кішкентай кезімізден құлағымыздың құрышын қандырып өстірді. Сізден осы 1994 жылы қастандық жасалып ауруханаға түсіп қалған екенсіз. Сол кезде әкем айтады, мен Мұхтар ағаға бір өлең шығарып едім, сол жағдай маған шабыт берді деп, сол өлеңді сізге оқып берсем, рұқсат етсеңіздер. Аузынан арқыраған жалын оты, қазіргі заманымның патриоты, өзі шыншыл, өзі ақын әрі сазгер, дерсін сайраған құдды тоты. Әлемге әйгілі отырардың, туып өскен өлкесі әз Мұхтардың, абақтыдан босатып қыз жігітті, желтоқсан жаласынан сен құтқардың. Оқығанда өлеңіңді Мұхтар аға, әрбір сөзін қосады ойға сана, бір жаманы тіршілікте қардыр тұтпай, көз тайғасын береміз даңқтана. Болайық әрі таза тақуалы, ізін басып аңдымайық аққуларды, отырардан шарықтаған қасиет құс, әлі талай шақырады гәкку әнді. Үлкен рахмет. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум Мұхтар аға. Талғат аға, сізге де ассалаумағалейкум. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет айтқым келеді. Мұхтар аға, сізге тек қана Алланың нұры жаусын. Биыл қателеспесем 76 жасқа толасыз. Әдемі қарттық шақты тілеймін сізге. Барлық жағынан тілекшімін сізге. Тек мен бір сізге қоятын екі сұрағым бар еді. Эверестке шығу деген кітабыңызды өзім әзірше ұзақ сапарға шыққанда өзімен бірге алып жүрем, өлеңдерін оқып жүрем. Бір осы Эверестке шығу деген өлең жолдарыңызда қадалған көз таларлық, жігер отын жанарғып, Эверестке шыққандардың тізімі саусақпенен санарлық, махаббатта шын сияқты күн жақындап қасына, бұлт қонатын тасына, қыран тектес шындар ғана, жандар ғана шыға алатын басына деп бір тамаша өлең жолдарымен бастаған екенсіз. Осы өзіңізді қаншалықты Эвересттің шыңына, биіктікке қаншалықты шықтым деп ойлайсыз? Және де тағы бір сұрақ қойғым келіп отқаны, 3 рет социалистік еңбек ері атанған Дінмұхаммед Қонаев атамыз туралы қандай естеліктеріңіз бар, сол туралы айтып кетсеңіз. Үлкен рахмет сізге. Енді егер біз махаббатты Эверест шыңына теңесек, ол махаббат мүлде басқа дүние. Менің мынадай бір өлеңім бар. Неге Абайда 5 әйел бар, ал Пушкинді 113, қыз келіншек тұсынан шоқшаша қоршаған. Дуын жуандық емес те бұл, аң-таң әлі ел соған. Мұна менің Пушкиннің ауылында менімен кездесу болды, Пушкиннің туған жерінде. Сонда Пушкин 114 қызбенен әртүрлі деңгейде сырлас дос болған екен. 14 қызбенен, 114 қызбенен.
Соны енді солардың барлығына үй жасап қойған. Жаңағы әр қайсы жеке 114 үй тұр. Солардың барын аралап шықтық. Соны кейін енді былайша қарасаң, бұл Дон Жуандық емес. Бірақ мынандай жағдай. Пушкинде, Абайда 500 жылда бір-ақ рет дүниеге келетін тұлғалар. Сондықтан олар өзінің талғамына сай әйел іздеді. Ондай талғамы бар әйел 114-тің ішінен емес, 114 мыңның ішінен де жолықпауы мүмкін. Өйткен себебі оның санасына сай. Пушкинді солай түсінетін әйел қайда? Пушкин өле салысыменен бұның әйелі өте сұлу әйел болған. Ол басқа бір еркекке тұрмысқа шығып кеткен, фамилиясын ауыстырып, сонымен бірге жатыр молада. Міне, сондықтан махаббат дегеніміз мүлде басқа дүние. Махаббат дегеніміз екі пайымды, парасатты адамның сана биігінде жолығуы. Сана биігінде жолығуы. Ал енді мынау Қонаевпен мен ерекше жақсы қатынаста болдым. Мен желтоқсан шындығын айтқан кезімде Қонаев көзіне жас алып тұрып мені құшақтаған. Сені өзінің жазған кітабында бар. Сонда жаңағы осындай Шақанов осындай үлкен ерлікке барды. Бұны әрбір қазақ білу керек деген сөздер бар. Ал енді кейін өте жақсы қатынаста болдық. Сонда бұлай бопты. Қонаевтың әйелі Зухра деген апамыз болды. Сол Зухрадан бала болмады. Қонаев ұрпақсыз кетті. Ал енді соның туысқандары, жақын бауырлар бәрі жиналып, үлкен қарилар жиналып Қонаевқа келіпті. Енді мынау Зухрадан бала болмады. Сізден ұрпақ алып қалуымыз керек. Сондықтан мынау деп әйелмен жолығыпты алдымен, Зухрамен. Содан кейін енді бала болмаған рас, енді мүмкін менің кінәм шығар. Осылай. Сондықтан енді қайтемін енді, Димекең қаласа мен қарсы емеспін деп. Сөйтіп 20 жасар қыз дайындап қойыптылар. Қыздың өзі құлжынып тұр екен. Ал енді сол кезде тек Димекең көнбей қойған. Димекең айтады, мен көнбей қойдым дейді. Себебі дейді, мен Мәскеуге барам, Ленинградқа барам, басқа қалаларға барам, міндетті түрде бір кітап алып келемін дейді. Маңызды, мазмұнды бір кітап әкелемін. Соны Зухраға берем. Зухра соны оқып шығады, соның барлық мазмұнын маған айтып береді. Сөйтіп екеуміз соны талқылаймыз дейді. Бір түн бойы, кейде 2 күн бойы талқылаймыз дейді. Ал енді бірде дейді, телеарнадан сіздің мұны ғашықтық қаламаты деген поэмаңызды тыңдапты дейді. Мен сіздің поэзия кешіңізді тыңдапты. Сонда ғашықтық қаламаты деген өлеңім бар. Соны маған оқиғасын айтып берді дейді. Бір түн бойы соны әңгіме қылдық дейді. Тіптен сіздің бір шумақ өлеңіңізді бір түн әңгіме жасадық дейді. Тағы басқа бір шумақ өлең. Сонда енді мен дейді, мынау қаншама әйелдер көрдім, бірақ Зухрадай пайымды, парасатты, менімен бірге сана биігінде жолығатын әйел жолықпады, тек Зухра. Сондықтан басқа бірде-бір ана кісілердің айтқан ұсынысына көнбей қойдым дейді. Міне, сондықтан махаббат дегеніміз екі адамның, пайымды, парасатты адамның сана биігінде жолығуы. Ал енді біреу үйленіп жатады, сол үйлену мәселен жер шарында 7 миллиардтан астам адам болса, соның барлығы бір-бірімен үйленеді. Соның тең жарымнан астам әйел болса, қалғаны еркектер, барлығы бір-бірімен үйленеді. Бірақ барлығы соны махаббат деп айтады. Махаббат емес. Махаббат дегеніміз мүлде басқа дүние. Махаббат дегеніміз пайымды, парасатты екі адамның шырқау сана биігінде жолығуы. Ондай, мәселен, мұны қараңыздар, есектер де әдемі қотық тудырып жатады.
едем. Соны біреу ұрпақ өндірсе, оны да махаббат дейміз. Ал енді шымшықтар да бала тудырып жатыр. Қарғалар да бала тудырып жатыр. Соның бары махаббат па? Махаббат дегеніміз, тағы да қайталап айтамын, екі пайымды парасатты адамның сана биігінде жолығуы. Біреу жаңағы сол Эверест тауы деп естісек махаббатта, біреу етегіне барып құлайды, біреу 100 метр, біреу 200, біреу 5 шақырым, 7 шақырым көтерілуі мүмкін. Шырқау сана биігіне көтерілген, шырқау Эверестке көтерілген адамдар саусақпен санарлық қана. Қайбір жылы Мәскеуде менімен кездесу болды. Евгений Евтушенко деген досым бар еді, сол менің екінші рет менімен поездия кешін өткізді. Сонда біреу сұрақ қойды Мәскеуде, сіз махаббат дегенді, махаббатқа қалай қарайсыздар? Мен өзімді ойымды айттым да, осы 14 миллион халқы бар Мәскеуде 1000 бар махаббат табылса, үлкен жетістік дедім. Сонда кейін ойлап қарасам, көп айтып қойған екем. Кейін ойладым, ойбай көп айтып қойған екем. Өйткен себебі, махаббат дегеніміз бұл өте сирек кездесетін. Ілуде ғана 100 мың, 200 мың, 300 мың адамнан біреу ғана бірақ жүк көтеріле алады. Қалғанның барлығы махаббат емес, сахаббат. Жай әшейін бос әңгімелер. Сондықтан мынау сіздердің араларыңызда сол махаббат биігінен көрінетін жігіттер мен қыздар пайда болсын деген тілек айтып қоямын. Бәрекелді, рахмет аға. Мынау біздің 1 минут арамызда сіздің өлеңдеріңізді үлкен сахналарда шығып, өзіңіздің кешіңізде оқып жүрген кішкентай қарындасымыз арнайы ата әжесімен келген екен. Сіздің қарсы алдыңызда отыр. Сол қарындасымызға келесі тізгінді берсек, рұқсат болса, өзін таныстырып, ата әжесін таныстырып, керемет бір өлең оқып берсе, жырдан шашу шаста деп отырмыз. Таныстырып өте ғой. Менің атым Аруна. Баршаңызға сәлем. Сәлеметсіз Мұхтар ата. Мен бүгін сіздің өлеңізді осы жерде айтқым келіп отыр. Рух пен тіл. Бәрекелді. Тіл рухи күре тамыр, тілден үлкен ана жоқ. Тіл шегінсе ұлт мүлде жоқ, әрі ұлттық сана жоқ. Өз анасын шетке тебу рухсызға бақ бекен. Бұл ғасырлық зұлымдықты қайқу ойлап тапты екен. Өз перзентін тек орысша оқытса ата анасы, ана тілін ардақтауға жетпегені шамасы. Егер тамыр жай алмаса бала ана тілінде, туған тілін тұңғыштығыр ете алмаса білімге, ол әрине орысша ойлап тек орысша түс көрер. Оны баба табиғатқа бұрын қиын күшпенен. Ана тілсіз дамаған соң сезім бойы санасы, түрі қазақ болғанымен ол орыстың баласы. Өмірінен ана парқын шегергеннің бәрде, яғни ана тілсіз өніп көгергеннің бәрде, басқа анаға, басқа ұлтқа кеткен жандар бала боп, өз халқына болар енді жартбайды пана боп. Егеменді ел атанып шыңғы өрледік десекте, неге ұлттық тілдік мүдде алынбады есепке? Ана тілі әр адамның дара өнеге қалыбы, қанша миллион қазақ бірақ ана тілсіз дамыды. Базы біреулер тілмен қатар тіпті ұлтын шегерді. Неге бізге космополитенген ағым не берді? Тамырсызды тамырлы өмір тұрсадағы көтеріп, тамыр күшін мойындамау ең қауіпті қателік. Бәрекелді. Мен ойлаймын енді дәл осы өлеңді жатқа оқып жүрген балалар өскен кезде дәл осындай ұлттық рухтың сөлін болашақ ұрпаққа дәріптеп жеткізеді деп. Қол шапалақтап қояйық, қарындасымызға көп рахмет.
Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Сәлеметсіз бе, Мұхтар аға? Сізді өмірімде осылай бетпе-бет көру арманым еді. Есімім Арайлым. Мен көптеген ақындардың өлеңін жатқа білем, қателеспесем 300-ге тарта өлең жатқа білем. Соның ішінде сіздің Эверестке шығу кітабыңызды толықтай жатқа білем поэмалармен бірге. Сөзім өтірік болмасын, дәлелдей кетейін деп, сіздің 7-ші түйсік деген өлеңіңізді оқып берсем, рұқсат етсеңіз. Үйленіп отау көтердің, мінекей сен де балақас. Тірліктен бірақ жарқыным, үйленбей кеткен адам аз. Сен түгіл қасқыр-қасқырмен, маймылмен жұптасқан. Өз теңін тапқан соң ғана адымын олар нық басқан. Ойың менісің жаңғырық. Кейде оған түйсік жетпейді. Әйел ап бала тудыру ақылдыға жететпейді. Күнделік құмар сезімді өрілген үшін отпенен шатастырып алдық Құдай-ау бір туар махаббатпенен. Алдану сүрәттік демес. Бұлтақсыз, бұлтсыз шақтады. Үйлену деген қарағым алғашқы баспалдақ қана. Атанаң, үрім бұтағың, бәрі де сені тұр қолдап. Бастысы сұлу жұбайың өзің ертең кім болмақ? Махаббат қайсар заңғаршың, кез келген өрлей алмаған. 10 мыңнан бәлкім 2 адам үмітін зорға жалғаған. Содан ғой сансыз кеудені жалғыздық дерті торлаған. Қаншама заңғар тұлғалар қанатсыз жардан сорлаған. Тұрмыстың түрлі сыннан сүрінбей өтті десе де, жұбайың досың бола ма? Міне, бұл басты мәселе. Не бермек тәннің одағы? Жаныңа жаны қосылмау, ол нағыз бедеу қасірет. Қосылмау деген ашылмау. Гүл болып ашылмағанның тілегін кім бар құптаған? Рухы қосылмағанның сезімі шаттық таппаған. Рухы қосылмағандар жалынсыз, сәнсіз, жақұтсыз. Сондықтан мынау жалғанда екеудің бірі бақытсыз. Сондықтан махаббаттың да сырт санын құрайтындар көп. Жай көзге күліп жүргенмен жасырын жылайтындар көп. Тағдырдан қашу мүмкін бе? Жүрсең де қандай жолменен? Бір мәнді сұрақ алдыңда тұрады ылғи көлденең. Жұбайың досың болды ма? Самғатқан сенім шырайын, нақ сондай ұлы бақытты берді ме саған Құдайым? Жайнай ма оның көзінде сезім мен рух жарқылы? Оғам ол шаттық мұңды 7-ші түйсік арқылы. Ұқпаса ісің секілді дауылда мұзға жаққан от. Рухани терең түйсіну жоқ кезде шынайы махаббат та жоқ. Үлкен рахмет. Бәрекелді. Көп рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті жиналған қауым, және ассалаумағалейкум Мұхтар аға. Мен осы QFO Business School'дың Тұғыр 5 ағамның студенті боламын. Және де Мұхтар ағамен бүгінгі кездесуім бір 10-шы ма, сондай қателеспесем. Бала күннен бері осы Мұхтар ағаның әңгімелерін естіп, кітаптарын оқып өсіп келе жатырмын. Және де осы күнге дейін менің өзімнің жаңадан бастап келе жатқан кәсіпкерім, және де осы кәсіпкерлік философияма бір кішігірім рухани байлық ретінде бір кәсіпкерлік өзім үшін бір өлеңі үлкен кітап болып көрінген. Сол өлеңін оқып берсем. Жаңа қазақ, шала қазақ жасыным, алысынан тұрды бүгін асығың, саған қарап ойладым да жасыдым, айырмағын азғыны мен асылын. Мұна ғасыр, бәлкім сенің ғасырың, мұна ғасыр безбүйректеу бөр ғасыр, жүрегінде сезім емес қорғасын, шетке қақты тұлпары мен жорғасын, қайтпай қақсын бәрін сатып алуға, һәм сатуға мүмкіндігі болғасын. Сенде қазір думан дәурен масат күн, өз-өзіңді бар жауаптан босаттың. Рухани байлыққа да тасаттың, аудандағы жалғыз кітап дүкенін сатып алып сырахана жасаттың. Тез ашылып саудагерлік дарының, таудан тастан қайтпастай ер арының, саудаладың Алматының жарымын, ұлы ағатты ұлы қазақ елінде сатылмайтын нәрселерде барыным. Бұл өлеңнен менің түсінгенім, яғни барша кәсіпкерлерге айтатыным, шетелден келетін керемет брендтерді өзімізге алып келіп, Мұхтар ағаның сөзімен айтайын, шетелдің цивилизациясын алайық деп, біз канализациясына түсіп кетпейік. Және де кітапхананы сатып алып сырахана жасатқан адам сияқты, біз тек қана сондай сыраханаларды алып кітапхана жасатайық, одан да тек қана рухани байық. Және де осы өлеңнен кейін және айтқан сөзімнен кейін мен өзімнің бизнесімді негізі осындай кітаппен
жаңағы рухани халықты байытатын, халыққа көмек көрсететін ізгі бизнесте жолымды түйістірсем деймін. Барлықтарыңызға рахмет. Мына қарындасымыз өте жылап тұрып, мына жүрегінің түбінен айтты ғой, соны арнайы Мұхтар аға өз қолыңызбен міне. Ол бүлдіршін қызым ылғи да шындық биігінен, елдік мүдде биігінен көрінетін қазақтың дара қызы болды. Бәрекелді. Құрметті қалайық, өздеріңіз байқап отырғандай, Q4 бизнес мектебі жаңағы бизнеске ғана үйретіп қоймаймыз. Біздің арамызда міне көптеген жалынды жастар бар. Оны осы ірі тұлғаларымыздың айтып жатқан әрбір сөздерін бойына сіңдіріп өсіретін болсақ, келешек жастардікі екенін барлықтарыңыз білесіздер. Сондықтан осы бастан бастап біздің алға қойған мақсатымыз тек қана бизнес ақша табуды үйрету емес, және де өзіміздің қазақи құндылықтарды барында осындай ірі тұлға ағаларымызды қолдап қолпаштауды, және де көмек қолын созып әрқашанда қайырымды болуды осы өзімізге Q4 бизнес мектебі алдымызға мақсат қылып қойдық. Сондықтан біздің қатарымызға қосылыңыздар, және де қазір арғарта айтып өтеді, қарындастарымыз бар. Рахмет, бүгін келіп аты осындай ілік кеш болып жатқандан барлықтарыңызға. Сіз айтып жатырсыз, Аймауыт пен Горбачев жаңағы жақын дос болды деп. Сол қаншалықты жақын дос болды, және де халық алдындағы өтеген қызметі қандай болды? Горбачевтың енді маған жасамаған иттігі жоқ. Осы. Мынандай жағдай болды. Бірде маған орыстың ұлы ақыны Андрей Вознесенский телефон соқты. Мынау Американың ұлы ақыны Джон Эшбери келіп жатыр. Соны осы 2-3 айдан кейін келеді. Соны Алматыға алып барсам. Сендердің анығы 3000 адамдық сарайларың бар ғой, сөйірді үшеуміз кездесіп өткізді халықпен деді. Мейлі дедім. Содан жаңағы сол келетін болды. Соны үш мемлекеттің 3 ақыны кездесейін деп жатыр деп Горбачевқа жеткізген. Сонан мынандай жағдай. Ал енді жаңағы Андрей Вознесенскийдің Мәскеуде үлкен спорт сарайында 50 000 адам қатысқан спорт сарайында кеші болды, поэзия кеші. Сонда жұрттар билет таба алмай қалды Мәскеуде. Мен өзім ішінде болдым. Ал енді ана Джон Эшбери Америкада 100 000 адаммен кездесіп өткізеді екен. Соған билет таба алмайды екен. Ал енді екеуі Мәскеу мұнаяқа келетін болды. Сол күні Горбачев тапсырма берген. Мынау Шақанов міндетті түрде мені жамандайды, маған тиіседі. Сондықтан оның бір бәле қылып, оны енді сендердің үлкен қателіктерің ана хабарландыруды бергізбеу керек еді. Хабарландыру кетіп қапты халыққа. Сондықтан енді бірдеңе қылып, соны шегеріңдер деп тапсырма берді Горбачевтың өзі. Содан кейін ана екеуімен қарсы алдым. Үйге бардым, шай бердік, мынау. Содан сағат 6:30-да мына Республика сарайының алдына алып келсем, бірде бір адам жоқ. Таң қалдым. Сөйтсем, билет сұрап, жаңағы жұрттың бар 15 000 адам билет сұраған, кірал, билет сұраған, билет жоқ деп, бірде билет сатқызбай қойған. Соны кейін мына шетте тағы да енді билет жоқ дегеннен кейін ешкім келмейді, бірақ дегенменен далбасы бір 200-300 адам келіпті. Соны кейін біз айқай көтергеннен кейін ана билетті енді әкеп сатқызды. Сөйтіп бар болғаны 300 адам ғана жиналды. 300 адам жиналды. Міне сондай кеш болған. Бірақ ана екеуі, бұның барын Горбачев ұйымдастырғанын біз білеміз. Егер Шақановқа бірдеңе болатын болса, үлкен зұлымдық болатын болса, біз бүкіл жер шарын көтереміз деп екеуі мәлімдеме жасады.
Соның бір жағы, солардың сондай мәлімдемесінің өзі билікке, сол кезде Горбачевтың билігіне әсер етті. Міне осындай. Бұдан да сұмдық оқиғалар бар. Ал енді бұл Горбачевтың енді одан да басқа толып жатқан маған жасаған иттігі бар. Бірақ кейін Шыңғыс Айтматов екеумізді Горбачев үйіне шақырып кешірім сұрады. Үйіне шақырды. Мен барғым келмеді, Айтматов қойып барайық деді. Үйіне шақырып жұрттың көзіне тағы да кешірім сұрады. Міне осындай жағдайлар болды. Рахмет, Мұхтар аға. Менің қолыма мынадай бір сұрақ келіп түсті. Мұхтар аға, сізді жақсы көреміз. Сіз кейбір сын айтатын Мұқағали Мақатаев, Қадыр Мырзалы сияқты кісілерді де жақсы көреміз. Бірақ сіз айтқан заттар арқылы біздің ол кісілерге көзқарасымыз өзгерді. Сіз сол нәрселерді айту арқылы біздің сол кісілерге көзқарасымызды өзгерткіңіз келе ма дейді. Бұл болған шындық қой. Болған шындық. Жұрттың бәрі біледі. Мәселен де, ал енді оны мен енді қалай, онда менің кім болғаным? Оны енді осыны Қадыр ағамыз өте сыйлы адам болды, ондай болды. Бірақ заманға байланысты өзгеріп кетті. Сөзі бір басқа, ісі бір басқа болды. Оны не қыламыз енді? Оны болған шындық емес пе? Сол сияқты толып жатқан шындықтар бар. Толып жатқан шындықтар бар. Бірақ мен сол енді қазір енді ана өткенде аруақтардан кешірім сұрайды деді. Мен сонда мен айттым, мен шындықты айтқаным үшін, және сөйтіп сол шындықты айтып, көп аруақтарға ыңғайсыз жағдай тудырғаным үшін бәрінен кешірім сұраймын дедім. Сол кешірім. Келесі. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға. Мұхтар ата, сіз осы өлең жолдары арқылы бізге үлкенді армандауға ықпал еттіңіз. Біздің жастардың талабына қанат бітірдіңіз. Ел үшін, қазақ ел үшін, біздің өскелең ұрпақтың білімді, саналы, елін қорғайтын азаматтар болу үшін барыңызды салдыңыз. Сіз қазақ еліне тірек болдыңыз. Енді бірнеше жылдардан кейін осы үлкенді армандаған жастар үлкен азаматтар мен азаматшаларға айналады. Сол кезде біз де сіздің тірегіңіз болуға уәде береміз. Мұхтар ата, мейлі мемлекет, саясат, ел не десе де біз сізді жақтаймыз, біз сізді құрметтейміз, біз сіз үшін барымызды саламыз, біз сіз үшін бәрін жасаймыз. Бірнеше жылдардан кейін мейлі ғасырлар өтсе де сіздің есіміңіздің ұмытылмауына, Мұхтар Шаханов деген ұлы есімнің ғасырлардың жаңғыруына біз кепіл боламыз. Бір қорытынды бөліміне келіп қалған сияқтымыз. Мынау жаңа тағы да бір хабарландырып айтып өтейін. Осы кештен кейін мына артта тұрған баннердің артында Мұхтар ағамыздың кітаптары сатылымға түсіп жатыр. Сонда барып алыңыздар, ішін оқыңыздар, ұлттық рух пен қайсар мінезге бай түсіңіздер. Сосын осы QFO бизнес мектебінің тұғыр курсына бүгін жазылып кетіңіздер. Бүгін жазылып кеткен кісілерге 60%-ға дейін жеңілдік беріліп жатыр. Соны хабарлайық. Талғат мырза, өзіңіз. Ал енді қазір міне ағамыздың кітабын алып қолын қойдыртып, осы жерде фотоға түссеңіздер болады. Қазір осы жерде бәрін жаңа жеке сұрақтарыңызды өзіне лично келіп қойып, кітабын алып қолтаңбасын алсаңыздар болады. Сондықтан аға бүгінгі келіп, алтын уақытыңызды бөліп бізге арнайы келген үшін Алла разы болсын. Жасыңыз ұзақ болсын, әлі де қаламыңыздың үші талмасын әрқашан. Давайте мына столды алып тастайық, содан барымыз фотоға түсейік, ағамызбен бірге. Қол қойдырып алып.